Мне тоже жаль, когда Почему? Дальше. Сабина, нас слышно? Да, слышно. Департамент экологии қосылды, бастай беріңіздер. Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, қайырлы күн. Қоғамдық тыңдауларды, яғни тақырыбы рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасының жобасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының жобасы, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасы, яғни Каспий битум жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін қоршаған ортаны қорғау бөлімі Маңғыстау облысында жылына кеміне 750 мың тонна битум өндіру, мұнай өңдеу қуаттылығын жылына 1,5 миллион тоннадан арттыру мақсатында Каспий битум жауапкершілігі шектеулі серіктестігі битум зауытын жаңғырту, яғни қоршаған ортаны қорғау бөлімі битум зауытының бұл конденсат жүйелерін жаңғырту жобасы бойынша мүдделі жұртшылықтың ашық жиналысы арқылы бастаймыз. Экологиялық кодекстің 73 бабының 11 тармағына және қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы орган өкілінің төрағалығымен өткізіледі. Мен жергілікті атқарушы органның өкілі, яғни Ақтау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің бас маманы Әділов Нұрбол, және осы жиналысқа өз атымнан төрағалық етемін. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес жиналысқа қатысушылар қоғамдық тыңдау хатшысын бекітіледі. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы болып Қыдырбаев Ғалымжанды ұсынамын. Яғни қоғам тыңдауларының хатшысы ретінде сайлау үшін келіссеңіздер, қолдарыңызды көтерсеңіздер, кім қарсы, кім келіседі. Онда хатшы сайланды деп есептейміз. Сөз кезегі сізге. Так. Қоғамдық тыңдаулар өткізудің регламенті, яғни баяндамашы Тұрсынбаев Қайсар Қанатбекович. Кешірерсіздер, қоғамдық тыңдаулардың өткізу жүйесі бойынша айтып өтсеңіздер, регламенттердің бәрін бекітіп, уақыттарын. Баяндамашыға 30 минутқа дейін уақыт беріледі. Екінші баяндаманы талқылау, қоғамдық тыңдау қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау, қоғамдық тыңдаулар тақырыбы бойынша сұрақтар мен жауаптарға да 30 минутқа дейін уақыт. Сөз сөйлеу және сұрақ қою, ескерту және ұсыныс жасау үшін қол көтеріп хаттамаға ұсыну қажет. Сұрақтар, ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың мәні бойынша болады. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару 15 минутқа дейін уақыт. Регламентті бекітуге дауыс беруді ұсынамын. Тыңдау ережесін бекіту үшін қолдарыңызды көтерсеңіздер, кім қарсы, кім келіседі. Хаттаманы дайындау үшін бейне және аудио жазба жүргізіп жатқанын хабарлаймын. Сөз баяндамашы Тұрсынбаев Қайсар Қанатбекович. Рахмет. Сәлеметсіз бе, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Жобамызды түзету Каспий битум бірлескен кәсіпорны үшін қоршаған ортаны қорғау бөлімі Маңғыстау облысында жылына кемінде 750 мың тонна битум өңдеу мен мұнай өңдеу қуаттылығын жылына 1,5 миллион тоннаға дейін арттыру мақсатында Каспий битум мұнай зауытын жаңғырту. Қоршаған ортаны қорғау бөлімі битум зауытын бу конденсат жүйелерін жаңғырту жобаларын ескере отырып, жобасы шеңберінде жобалық құжаттаманың тұсаукесерін бастауға рұқсат етіңіздер. Қоғамдық тыңдау өткізу үшін негіз Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабының 1 тармағына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Каспий битум бірлескен кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестік Маңғыстау облысы Ақтау қаласы 5-ші өнеркәсіптік аймақ 65-ші ғимаратта орналасқан. Кәсіпорынның негізгі қызметі тазартылған мұнайды және жекеленген дистиллятталдық фракцияларды ауыр қалдық гудрондарды ала отырып, Қаражанбас кен орнын мұнайын бақсапқа өңдеу, одан кейінгі кезеңдерде тоғыту және полимерлермен модификациялау әдістерімен жол битумдарын алынады.
адамның тіршілік ету орны ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитарлық қорғау аймақтарына қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптарға санитарлық қорғау аймағы кемінде 1000 метр болып қабылданды. Қауіптілік бірінші сыныбына жатады. Қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектілердің санатын айқындау жөніндегі шешімге сәйкес Каспий битум бірінші санатқа жатқызылды. Кәсіпорын орналасқан жері географиялық жағынан Каспий теңізінің шығыс жағалауының орта бөлігінде, әкімшілігі жағынан Қазақстан Республикасының Маңғыстау облысы Ақтау қаласының өнеркәсіптік аймағында орналасқан. Зауыт су қорғау аймағынан тыс жерде орналасқан. Каспий теңізінің жағалау сызығының оңтүстік батысқа қарай аумақтың ортасына дейінгі қашықтық 8 шақырым. Битум зауытына ең жақын елді мекендер мынадай қашықтықта орналасқан. Маңғыстау кенті 1 шақырым, Қызылтөбе кенті 2-3 шақырым, Дәулет кенті 2-8 шақырым, Ақтау қаласынан солтүстік шығысқа қарай 8 шақырым жерде. Ірі кәсіпорындар мынадай арақашықта орналасқан. Маек 5-5 шақырым, Қазазот 4 шақырым, Маңғыстау Oil Refining 2-5 шақырым. Каспий битум аумағының жанында Ақтау қаласы мен тұрғын кенттерді теміржол станциясымен жалғайтын көлік магистралы өтеді. Зауыт алаңы Маңғышлақ станциясының теміржол тармағымен қосылған. Жоспарланған жұмыстар: эмиссиялар нормативтерін жобаларын түзету, кәсіпорында өндірісті процесті технологиялық жақсартуды қамтитын іс-шаралар ұсынылғандығына байланысты орындалады. Каспий битум қоршаған ортаны қорғау бөлімдері мен жұмыс жобалары әзірленді. Маңғыстау облысында жылына кемінде 750 мың тонна битум өндірумен мұнай өндіру қуаттылығын жылына 1,5 миллион тоннаға дейін арттыру мақсатында Каспий битум зауытын жаңғырту. Қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша қорытындылары бар. Битум зауытының бу конденсат жүйелерін жаңғырту. Қызмет түрі экологиялық кодекстің бірінші қосымшасының 2 бөлімінде жоқ. Қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалау жүргізу талап етілмейді және көзделіп отырған қызметті ойлантылған тәртіппен экологиялық бағалауға жатады. Бұл түзету 2024-2028 жылдар мерзімімен 02.07.2024 жылғы нөмірі KZ 37 ВКЗ 035-1073 әсер ету өзекті экологиялық рұқсаты бар қолданыстағы жобаға қатысты жүргізіледі. Жұмыстың мақсаты әсер етуге экологиялық рұқсат алу жоспарлануда. Маңғыстау облысында жылына кемінде 750 мың тонна битум өндірумен мұнай өңдеу қуаттылығын жылына 1,5 миллион тоннаға дейін арттыру мақсатында Каспий битум зауытын жаңғырту. Осы жоба шеңберінде жаңғырту жөніндегі техникалық тапсырманың негізінде ЭЛО АВТ және тоғыту блогын жаңғырту, шикі мұнай резервуарларын паркін жаңғырту және шикі мұнай сорғысын жаңғырту, негізгі эстакаданы жаңғырту, операторлық блокталған зертхананы жаңғырту. Құрылыс кезеңі 2025 жылдың бірінші жарты жылдығы. Құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу шеңберінде объектіде 16 уақытша шығындармен көздердің жұмыс істеу көзделген. Оның ішінде 2 ұйымдастырылған көздер, 14 ұйымдастырылмаған көздер, оның ішінде 2 жылжымалы көздер. Құрылыс техникасы мен уақытша қондырғылардың жұмысымен байланысты. Осы кезеңдегі шығарылымдар көлемі 13,93 тонна. Стационарлық көздерден құрылыс монтаждау жұмыстары кезінде 58,091 тонна. Жоғарыда айтылғандардың негізінде жоба шеңбері жаңғыртылатын жабдық пайдалану кезінде атмосфералық ауаға зиянды заттар шығарындыларының негізгі көздері ЭЛО АВТ пешінің түтін құбыры, шикі мұнай ауданындағы арналған сорғы құбыры, ЭЛО АВТ сорғы алаңы, ЭЛО АВТ алаңы, резервуарлық парк алаңы, негізгі эстакада алаңы. Осы жоба шеңберінде зиянды заттар шығарындылары көздерінің саны жаңғыртылатын жабдықты пайдалану кезінде 6 бірлікті құрайды. Оның ішінде зиянды заттар шығарындыларының ұйымдастырылған көздері небәрі 1 бірлік, зиянды заттар шығарындыларының ұйымдастырылмаған көзі 5 бірлікті құрайды.
Жаңғыртылған жабдықты пайдалану кезінде атмосфераға шығарындылардың жалпы саны 2025 жылы 39,35 тоннаны құрайды. 2026-2028 жылдары жылына 78,7 тоннаны құрайды. Құрылыс монтаждау жұмыстары кезіндегі қалдықтар: металл сынықтары, құрылыс қалдықтары, дәнекерлеу электродтарының қалдықтары, бояу металдарының қаңылтыр ыдысы, пайдаланылған майлар, абсорбенттер, сүзгі материалдар, сүртуге арналған маталар, қорғаныш киімі, қауіпті материалдармен ластанған шүберектер, тұрмыстық қалдықтар, тамақ қалдықтары. Құрылыс монтаждау жұмыстары кезінде қалдықтардың жалпы саны 2025 жылы 1436,93 тоннаны құрайды. 2025-2028 жылдары 446,53 тоннаны құрайды. Битум зауытының бу конденсат жүйелерін жаңғырту. Жобаның мақсаты зауыт желісіндегі бу шығынын азайту, салқындатқыш сұйықтықты атмосфераға шығаруды азайту, салқындық конденсатты қайта пайдалану үшін қайтару және қазандыққа ағынды суды ауыстырады. Конденсатты қайтару жүйесін буын түсуіне жол бермеу үшін жабылатын арматура мен қолданыстағы конденсатты ұстағыштарды бөлшектеуді және қолданыстағы конденсатты қайтару жүйесін тікелей бу құбырына қосуды жобада қарастырады. Сондай-ақ келесі учаскелер мен құрылыс алаңдары: блокты модульдік конденсат сорғы станциясы, диаметрі 57,4 мм және ұзындығы 2155 метр конденсат құбыры. Конденсат бұру тораптарын және буды енгізу тораптарын орнату. Қолданыстағы қазандықта бу су жылу алмастырғышын орнату. Блокты конденсат сорғы станциясында 2 сорғы бар. Әрқайсысының өнімділігі 3 метр куб сағатына және көлемі 0,25 метр куб контейнер бар. Бүкіл қолданыстағы бу құбыры мен жобаланған конденсат құбырының бойында бір-бірінен 50-70 метр қашықтықта және төмен нүктелерінде диаметрі 20-3 мм 24 конденсатты дренаждық қондырғы орнатылған. Әрі қарай конденсат барлық тораптардан конденсат құбырының қолданыстағы тірегі бойымен төселген конденсат құбыры арқылы Е1 конденсат сорғы станциясына түседі. Содан кейін конденсатты жинауға арналған резервуар толтырылған кезде қолданыстағы салқындату мұнарасына немесе қазандыққа түседі. Участке аралық бетон тіректерде орнату және кабельдік эстакаданы салу жоспарлануда. Барлық құбырлар беріктігі мен тығыздығына сыналады. Жылулық және коррозияға қарсы оқшаулармен қамтамасыз етілген. Технологиялық жабдықтау, бақылау және басқару үшін бума аспаптарын орнату көзделген. Жаңа жабдықтау, қуаттандыру, қолданыстағы электр желілерін жүзеге асырады. Жоба жарықтандыру қамтамасыз етеді. Су тұтыну. Құрылыс кезінде сырттан әкелетін су шаруашылық, ауыз су және өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланады. Құрылыс кезінде тұрмыстық сарқындық сулар жиналатын биодәретханамен қамтамасыз етіледі. Су сынақтарынан кейін су жылжымалы контейнерге жиналады. Қанды басуға арналған су қайтарылмайды. Барлық сарқынды су жинақталуына қарай кәдеге жарату шарты бойынша мамандырылған ұйымның арнайы автокөлігімен бөлек әкетіледі. Пайдалану кезінде сумен жабдықтану және суды бұру қамтамасыз етілмейді. Қалдықтарды түзелуі. Қауіпті қалдықтарға мұнай шламы, майлы шүберектер, бояу ыдыстары жатады. Қауіпті емес қалдықтарға құрылыс қалдықтары, дәнекерлеу қалдықтар, металл сынықтары және коммуналдық қалдықтар жатады. Құрылыс және пайдалану кезінде пайда болған барлық қалдықтар контейнерлерге бөлек жиналады және кәдеге жарату шарты бойынша мамандырылған ұйымның автокөлігімен шығарылады. Жобада атмосфералық ауаның, жер үсті және жер асты суларын, топырағын, флора мен фаунаны ластануын азайту немесе болдырмау жөніндегі іс-шаралар көзделген. Рұқсат етілген шығарындылар нормативтері осы жобаға сәйкес атмосфералық ауаға әсер ету нәтижелері келесідей. Нысанда шығарындылардың 66 көзі пайдаланылады. Оның ішінде ұйымдастырылған 29 дерек көз, ЭЛУ АБТ қондырғысының технологиялық жабдықтарын және ілес объектілерді жаңғырту нәтижесінде пайда болған
үш көзді қоса алғанда 37 ұйымдастырылған көздер. Жоғарыда айтылғандардың негізінде атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының нормативтері 2025-2028 жылдары белгіленеді және ластаушы заттар шығарындыларының көлемі 2025 жылдың бірінші жарты жылдығы 16 уақытша көздер. Шығарындылар 13,93 тонна. 2025 жылдың екінші жарты жылдығы 66 тұрақты көздер. Жылына 688,38 тонна шығарындылар. 2026-2028 жылдары 66 тұрақты көздер, жылына 727,74 тонна шығарындылар. Құрылыс кезінде қалдықтарды жинақтау лимиттері 2025 жылға қалдықтардың 6 түрін қалыптастыру жоспарлануда. Олардың қатарына қауіпті емес сынып 4 дана, қауіпті сынып 2 дана кіреді. Жинақтау лимиті 20,499 тонна. Пайдалану кезінде қалдықтарды жинақтау лимиттері 2025 жылға қалдықтардың 2 түрін қалыптастыру жоспарлануда. 2026-2028 жылдарға өндіріс және тұтыну қалдықтардың 33 түрін қалыптастыруға жоспарлануда. Олардың қатарына мыналар кіреді. Қауіпті емес класс 1 дана 2025 жылы, 12 дана 2026-2028 жылдары. Қауіпті класс 1 дана 2025 жыл, 21 дана 2026-2028 жылдары. Жинақтау лимиті 2025 жылы 0,325 тонна, 2026-2028 жылдары 446,53 тонна. Барлық қалдықтар арнайы белгіленген орында 6 айдан аспайтын мерзімде сақталады. Кейіннен ары қарай ұйымның шарт бойынша шығарылады. Сумен жабдықтау және су бұру. Сумен жабдықтау. Кәсіпорынның өз суымен жабдықтау көздері жоқ, бірақ шарт бойынша МАЭК Казатомөнеркәсіп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ауыз су техникалық терең тазарту дистиллят суларын алынады. 2025-26 жылдарға арналған су тұтынудың есептік көлемі жылына 190.249 куб. Су бұру. Кәсіпорында 2 кәріз жүйесі бар: өндірістік жаңбырлы, шаруашылық тұрмыстық. Зауытта пайда болған барлық ағынды сулар коллекторлар арқылы биологиялық тазарту қондырғыларына түседі. Барлық өндірістік және жаңбырлы сарқынды сулар биологиялық тазарту қондырғыларына түспес бұрын тазартудан өтеді. Ластаушы төгінді көлемі 2025-27 жылы 95,14 тонна, 2028 жылы 95,4 тонна. ЭЛО АБТ қондырғысының технологиялық жабдықтарын жаңғырту және ілеспе объектілерге ағызылатын сарқынды сулардың саны мен құрамына әсер етпейді. ЭЛО АБТ қондырғысының технологиялық жабдықтарын және ілеспе объектілерді жаңғырту ағызылатын сарқынды сулардың саны мен құрамына әсер етпейді, сондай-ақ олардың сапаларын өзгертуге әкелмейді. Өндірістік экологиялық бақылау. Өндірістік экологиялық мониторинг өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады. Табиғатты қорғау шаралары. Атмосфераны қорғау жөніндегі іс-шаралар. Жабдықтың алдын алу және бақылау, техникаға уақытылы және сапалы қызмет көрсету, шаңды басу, ұйымдастыру жұмыстар жүргізу, құбырлар мен жабдықтардың герметикалығын тұрақты бақылаудағы жүргізу асыру, жану пешінде шығатын газдарды тазартуға арналған жабдықтарды орнату, теміржол эстакадасына ыстық сұйық битумдарды құюға арналған герметикаланған ұштары бар стендтерді орнату, битумның шығаратын газдардың темір жолдан және автоналивті эстакададан күйдіру пешіне ағызу, резервуарлардың битумды паркінде қалдықты газдарды жинау және өңдеу, Каспий битум алдын ала тазарту қондырғыларын сору желдеткішін жүйесін жаңғырту, атмосфералық ауаның жай-күй бақылау, барлық жобалық табиғатты қоршау шешімдерін орындау. Су ресурстары. Өндірістік процесс жұмыс режимінде мұнай өнімдері мен басқа да химиялық заттарды ластануы мүмкін. Қатты жобаны бар технологиялық алаңның рельефке қандай да бір ағындарды болдырмайды. Топырақ пен жер асты суларын мұнай өнімдері мен ластануды қорғау үшін қондырғылар, резервуарлар паркі мен құйылмалы эстакада орналасқан аудандарды қатты бетон және
геомембраналық жабық көздерімен көзделген. Автоматика жүйесін технологиялық процесін герметикалығын сенімді бақылауға және бақылаусыз ағып кетулері мен толып кетулерді болдырмау. Жабық су тұтыну және су бұру жүйесі ауыз су мен техникалық судың сапасы мен құрамын бақылау. Экологиялық бақылау бағдарламасы шеңберінде жер асты сулары мен жай-күйін мониторингін жүргізу. Топырақты қорғау жөніндегі іс-шаралар. Жұмыстарды жүргізудің технологиялық циклін қатаң сақтау, жолдан тыс арнайы техника мен көлік қозғалысына тыйым салу, қалдықтарды рұқсатсыз жинауға тыйым салу, аумақта қалдықтарды тазарту және арнайы жабдықталған орындарда жинау, қалдықтарды уақытылы кәдеге жарату, жерді қалпына келтіру, топырақты жамылғысын жай-күйін экологиялық мониторингін жүргізу. Қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі іс-шаралар. Қалдықтардың түрлерін бөлек-бөлек жинау, мамандатылған кәсіпорындарға қалдықтарды шартқа сәйкес беру. Қалдықтардың барлық түрлерін түзілуін, орнын ауыстыруын және кәдеге жаратуын қадағалау, қалдықтарды арнайы алаңдарда және контейнерлерде 6 айдан аспайтын мерзімде орналастыру және келісім шарт бойынша кәдеге жарату. Санитарлық гигиеналық шаралар. Санитарлық қорғау аймағының шекарасында және объектінің ықпал ету аймағында өндірістік алаңда өндірістік бақылауды ұйымдастыру, өндірістік санитарлық бақылау және санитарлық шараларды жүргізу, арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа да жеке қорғаныс құралдарын беру, қызметкерлерді алдын ала мерзімді медициналық тексерулерін жүргізу. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі шаралар. Жануарлар әлеміне әсерді азайту, сондай-ақ тіршілік ету ортасын сақтау және бағытталған табиғат қорғау шараларын жоспарлау. Назар аударғаныңызға рахмет. Баяндама үшін рахмет. Баяндаманы талқылауға көшсек, егер қатысушылардан сұрақ болса, қол көтеріп сұрақ қоя беруге болады. Өздеріңіз таныстырып. Сұрақ болса, онда жалғастыра берейік. Сұрақ жоқ қой ешкімде, иә? Жоқ, сияқты. Бір сұрақ. Құрылыс кезінде шыққан қоқыстар үйінділер қайда төгесіздер оларды? Договормен алып кетеді ғой. Полигон. Иә. Олай болса қорытындысақ, құрметті қатысушылар, сіздерге, яғни рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасының жобасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының жобасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасы, Каспий битум жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін қоршаған ортаны қорғау бөлімі Маңғыстау облысында жылына кемінде 750 мың тонна битум өндіру мен мұнай өңдеу қуаттылығын жылына 1,5 миллион тоннаға дейін арттыру мақсатында Каспий битум зауытын жаңғырту, яғни битум зауытының бұл конденсат жүйелерін жаңғырту құжаттамалары ұсынылды. Қоғамдық тыңдауға қатысушылардың қаралған құжаттар мен тыңдалған баяндамалардың сапасы туралы олардың түсінудің толықтығы мен қолжетімді тұрғысынан жалпы пікірін айта аламын. Құжаттар толық және түсінуге қолжетімді болып табылады. Сонымен қатар қоғамдық тыңдаулар өтті деп айта аламын және қоғамдық тыңдаулар аяқталды деп жариялаймын. Барлықтарға қатысқандар үшін рахмет. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.